Бұл фильм 2019 жылы шығарылған «Барут үйі». Фильм 4 баласы бар бақытты жұп Амит пен Тхавана Я всем Баруттың маме өмірін расскажу. баяндайды. Мереке кезінде қызы Шрия өзінің іші пысып, ағасына ойнауын өтінеді. Ағасы Аджай оған тығыла беруін айтып, өзінің қызымен кездесуін күтіп тұрады. Шрия жақын маңдағы зиратқа барып тығылады. Кенет оны артынан тәспен басынан ұрып өлтіріп кетеді. Ата-анасы қыздың үйінде жоқ екенін байқап, бәрі іздеуге кіріседі. Ертесінен көршісі қыздың зиратта өліп қалғанын айтады. Ата-анасы қызды зираттан алып кетеді. Полиция қызметкері ол жерден қыздың денесін алмау керек екенін айтып, өздерімен кім қастасып жүргендерін сұрайды. Өзінің көршісі Энтони дейді. Оның итін баласы алып кеткенін айтып, малар ұлы итті өлтіргенін айтады. Энтони ит үшін жауап беретінін айтқанын, полиция қызметкері ит үшін қызын өлтіру мүмкін емесін айтады. Сол күні үйінде кім болғандарын сұрайды. Ол өзінің анасы және інісі Аджай болғанын айтады. Інісі Аджай полиция көлігін көріп қашып кетеді. Інісі әкесінің қалған үйге бөліске түскісі келетінін, бірақ отбасына зияны жоғын айтады. Оған үй керек екенін, ол үнемі ішіп қыдыратынын айтады. Одан көрмейтінін айтады. Амит қыздарынан гөрі ұлын қатты жақсы көрді. Көбінесе ұлын сөзін сөйлеп, ізінен ертіп жүретін. Полиция қызметкерлері қыздың денесін алып кетеді. Анасы қатты қайғырады қызын ойлап. Полиция қызметкері інісі неге қашып кеткендерін сұрап, оны полиция бөлімшесіне алып кетеді. Бөлімшеде көршісі Энтони мен інісі Аджайды тергеуге шақырады. Аджайдың қызы сол күні жігіті өзімен болғанын айтады. Тергеуші Энтониді тергеп, сол күні Шрияны зират басынан көргенін, басқа жерге тығылу керектігін айтады. Анасы ұйқыдан тұрып өз-өзіне келе алмай, келе жатқанында сүрнігіп құлап қалады. Өзінің екінші қызы Шруттидің айуандықпен өлгенін көріп, не жыларын, не күлерін білмей қалады. Екінші қабаттан Аджайдың қарап тұрғанын көріп, сол өлтірді деп бақырып жібереді. Полиция қызметкері Аджайды ұрып тергей бастайды. Тергеуші оған керек үй екенін айтып, ол қызының инженерге үйленетінін айтады. Оған бар шындығын айтуын сұрайды. Анасы қызының өлген жерін қайта-қайта тазалап жүргенін көріп, енесі ол жерден таза екенін айтып, 4-ші баласын шомылдыратынын айтып, алып бара жатқанында, әйелі өзі шомылдыратынын айтып, баланы алып кетеді. Енесі шелектегі суды алып бара жатып, құлап кетеді. Әйел баласымен жүгіріп келіп, ұлына баланы ұстай тұруын айтып, енесіне көмектесе бастайды. Үлкен ұлы баланы суға батырып, шомылдырып жатқанында, әкесі көріп баланы құтқарып қалады. Әкесі баласына қарап, көтеріп алып терезеден лақтыратынын айтып қорқытады. Әкесі екінші қызын терезеден қалай лақтырғанын сұрайды. Баласын басқа бөлмеге апарып, баланы суға батырғысы келгенін, Шрутти мен Шрияны өзі өлтіргенін сұрайды. Бала өлтіргенін мойындайды. Олар өзінің туған қарындастары емес екенін, әкесі анасына солай дегенін естігенін айтады. Бала зиратта екеуінің тығылып ойнағанын, әкесінің зиратта ойнамауын, сол жақта өлген адамдар ұйықтайтынын айтқанын біліп, Шрияны да солай өлген адамдардың қасына ұйықтатып тастағанын айтып, өзінің өлтіргенін мойындайды. Шруттидің жоғарыдан құлатқанын да айтады. Бала әкесінен ештеңе болмайтынын айтып құшақтап алады. Әкесі қыздарын ұлы өлтіргеніне сенбей, жағдайы нашарлап, барлық отбасы мүшелерінің жағдайы физикалық ғана емес, эмоционалдық және психологиялық тұрғыдан да өзгереді. Әкесі үйдегі суық заттарды, пышақ, ұшы бар заттардың бәрін қоймаға тығып қояды. Анасына кілтті ешкімге бермеуін сұрайды. Амит інісіне Аджайға келеді. Амит інісінің өлтірмегенін біледі, бірақ айта алмады.
Әкесі баласының қасында жатып, одан көз алмауға тырысады. Әкесі баласынан көңілі қалып қояды. Ұлы әкесін қатты жақсы көргені соншалық ізінен қалмайды. Шіркеуге келіп, өздерін жарылқауын айтады. Әкесі қорқып қалғаны соншалықты баланы жалғыз қалдырмауға тырысты. Әкесі өзінен бұрынғыдай жылулық жоғын байқаған бала, көз қолын шегемен жарақаттап, әкесінің өзіне көңіл бөлгенін қарап, өзінің жарақаттанғанын айтады. Әкесі жай ғана жара екенін айтып, мән бермейді. Әмет түсінде ұлының әйелін балталап өлтіріп жатқанын көріп шошып оянады. Әкесі ұйқыдан тұрғанда ұлының жоқ екенін көріп, шошып жүгіріп шығады. Ұлының әжесінің қасында отқанын көреді. Көршісі Энтони отбасымен көңіл айтып, барлығы артта қалуын, өздерінің жанында екенін айтып, екеуі татуласады. Баласы екеуі шулап ойнағасын, балдарды сыртқа шығып ойнауын айтады. Баласы көршінің баласын ас үйге әкеліп, суық заттар болмағасын, екінші этажға келіп, баланы құлатқысы келеді. Төменде әжесін көріп қалады. Көршісі Энтони малардың жақсы ойнайтынын айтып отқанында, әкесі шошып, малар көрші балаға тесіп қоятынын ойлап, баланы іздеп кетеді. Малар мен баланы көріп, көршісіне келгендеріне рахметін айтып, баласына қарауын айтады. Әкесі маларға, балаларға жоламауын айтып, таяқ жейтінін айтады. Әйелі, анасы, балдарының қандай екенін білмейді. Олар балаға айқайлағанына түсінбей, баланы қарап жүргенін айтады. Көршісі Энтони өзінің кетіп бара жатқанын айтып, баласымен қоштаса алмағанын, оған қоңырау соғатынын айтады. Әйелі баласына ойыншықтармен ойнай тұруын айтып, өз шаруасын істеп жүргенде, баласының өлгенін көріп, айқайлап жібереді. Әкесі малардың өлтіргенін біліп, баласына жылы сөйлеп, баласын дарғасқысы келіп, мойнына жіпті салып, баласы терезеге байлауын сұрайды. Баладан көрші баланы не үшін өлтіргенін сұрап, столды итеріп жібергенде, есіктің ар жағынан анасы не болып жатқанын сұрайды. Баласы әкесі екеуінің ойнап жатқанын айтады. Полиция келіп, көршісі Энтонидің баласын неге өлтіргенін сұрап жатқанда, әкесі баласының өлтіргенін айтады. Полиция түсінбей, 9 жастағы бала адам өлтіргенін, оны өзі білмегенін айтады. Баланы әкелуін сұрап, баланы тергей бастайды. Көрші баланы өлтіргенін, қарындастарын да өлтіргенін айтып мойындайды. Полиция қызметкерлері баласын алып кетеді. Әкесі қимай артынан жүгіріп шығады. Маларды арнайы балалар психиатриялық сараптама орталығына әкеліп, баламен жұмыс істейді. Дәрігер медбикелерге баланы сыртынан бақылап жүруін айтады. Малар әкесі келіп қалар деп сыртта күтіп отырғанында, дәрігер маларды шақырып алып, арқасын көріп, кім ұрғанын сұрайды. Малар ешқандай жауап бермейді. Малар Догу деген баламен танысады. Дәрігер маларға осы жерден шыққанда өзіңе не керек екенін сұрайды. Малар жазалағысы келетінін айтады. Малар балаларға қалай тоқығанын көрсетеді. Догудан бұл жерде неге жүргенін сұрайды. Ол өзінің 2 машина 11 скутерді өртеп жібергенін, өзіне көңілді болғанын айтады. Малар өзінің әкесін жақсы көретінін айтып отырғанда, жоғарыдағы камераның жұмыс істейтінін сұрап алады. Догу камерадан өздерін қарап отыратынын, өзінің бір күні шырпыны жаққан сияқты көрініс қойғанын, барлығы жүгіріп келгенін айтып күліп алады. Оқытушысы бір темірдің жетіспейтінін айтып, малар алғанын біліп отырады. Малар досын тығылыспақ ойнауға шақырады. Ол өзі қараңғы қоймаға тығылып, досының артынан тоқитын темірімен мойнынан тығып алады. Әткеншекке досын отырғызып қояды. Мұғалім екеуінің отырғанын көріп қуанып қалады. Камерадан ішіне тығып алып жатқанын көреді. Дәрігер одан не үшін алғанын айтып, одан гүл жасағанын көрсетеді. Дәрігер ұрлаған дұрыс емес екенін айтады. Әкесі малармен кездесуге келгенде,
Баласы әкесін көріп барғысы келмейтінін айтып кетіп қалады. Әкесі баласын ойлап, баласымен болған күндерін еске алып жылап алады. Мұғалім отбасын көргің келмей ма деп сұрап, ол әкесінен басқасын көргісі келетінін айтады. Әйеліне Әмит барлық болып жатқан жайттар өзінің кінәсі екенін айтады. Әйеліне қыздары өзінікі екенін, өздерінің қызы екенін айтады. Өзінің нашар күйеу, нашар бала, нашар әке екенін айтып, өкініп кешірім сұрайды. Малар жақын арада келетінін айтып, оны сағынғанын айтады. Әйеліне тамақ ішуін сұрайды. Баласына махаббатын бөлуін сұрайды. Дәрігер Маларға келіп, азаннан бері тұрмағанын естіп келгенін, өзіне ашылуын, өзіне жақсы болатынын айтады. Дәрігер барлық ойлағандарыңды суретке салуын сұрайды. Малар әкесіне дәрігер барлық айталмаған сөздерін суретке салуын сұрайды. Малар әкесіне ренжіп, барлық іске әкесі кінәлі ретінде сурет салады. Өзін камерадан қарап тұрғанын біліп, өзінің орнына әкесін салады. Мұғалімге тек өзінің табледе ойнайтынын көрсетеді. Малар кеткеннен кейін қоқыс жәшіктегі суретті көріп, дәрігеріне көрсетеді. Дәрігер тергеушіге алып келеді. Дәрігер Малардың ісі жөнінде келгенін, тергеуші баланың өзі мойындағанын айтып, дәрігер баланың миы күрделі екенін, ол отбасын жақсы көретінін, өзінің батырын құтқарғысы келгенін, Малар үшін әкесі батыр екенін айтады. Малардың арқасындағы тыртықтарды көрсетіп, оны ұрып отырғанын, баланың салған суретін көрсетеді. Ол суретте әкесі бірінші қызын таспен ұрғанын, екінші қызын екінші этаждан лақтырғанын, өзін ұрғанын суретін көрсетеді. Дәрігер суретте осылай салса, ол рас болғанын айтып, әкесі өлтірді деп ойлайды. Дәрігер Маларды сезімтал, талантты бала екенін айтады. Тергеуші көршісінен баланың әкесі Әмит туралы сұрай бастайды. Көршісі өзінің әкесімен оның әкесі дос болғанын, өзінің әкесіне Әмиттің әкесі қарыз болғанын, үйінің жартысын бергенін айтады. Анасы үйінің жартысын Әмит көршісінен қайта сатып алғысы келгенін, көршісі сатпағанын, әйелінен күйеуі қандай екенін сұрайды. Әйелі күйеуінің таксист болып жүріп бизнес бастағанын, қанша жүйкесі құртылғанын айтып, Әмит қай балаға жақын болғанын сұрайды. Маларға жақын болғанын айтып, қыздарын ұрғаны болды ма деп сұрақ қойып, әйелі ешқашан тиіспегенін айтады. Тергеуші Энтонидан бұрын әйелі анасының үйіне не үшін кеткенін, әйелі София күйеуімен көршісі Бхабаның арасында бір нәрсе бар деп ойлап қызғанғанын, Әмит өзінің таксист болып жүргенінде әйеліне звондағанда өмірі телефоны бос болмағанына, есін жоғалтып ашуланғанын, ойына жаман ойлар келгенін айтады. Тергеуші балдарын сол үшін өлтірдің деп сұрақ қояды. Әмит шок болып не айтып тұрғанын түсінбеді. Тергеуші баласының ештеңе айтпағанын, баланың қоқыс жәшіктен суретін тапқанын айтады. Әйелі Бхаба көріп жылап, күйеуі Әмит қыздарын көршінің қызы Энтонидің қыздары деп ойлап жүретін. Әйелі Әмитке қанша айтса да түсінбейтінін айтып, қыздарды ұлынан бөлектейтінін айтып, ақыры өлтірген екенін ойлайды. Әмит ұлының істеген істері есіне түсіп, Малар өз арқасын өзі шыбықпен ұрғанын көргенін, өзін шегеге қолын жарақаттағанын, әкесін өзіне көңіл бөлу үшін екенін ойлап есіне түсіреді. Маларды психиатриялық сараптама орталығынан шығарады. Әкесі Әмитті балдарын қатыгездікпен өлтіргенін, кәмелет жасқа толмаған балаға жала жапқанын айтып, алып кетіп бара жатқанда, баласы Маларды көріп, ашумен бара жатқанда полиция қызметкері ұстап жерге жатқызады. Баласы әкесінің бетінен сүйіп, қоштасып кетеді. Бірнеше аптадан кейін анасы кір жаюға кеткенін көріп,
Кіші қарындасы жылағанын көріп көтеріп далаға алып шығады. Малар құдыққа лақтырып жіберуді ойлап құдықтың қасына келеді. Анасы ұлының кішкентай қызды лақтырып жібергенін көріп айқайлап жібереді. Әмитті түрмеден шығарып, Әмит пен Бұхабаны 3 қыз асырап алады. Олардың атын өздерінің қыздары Шрия, Шрутти, Шила деп қояды. Олар Маларды ешқашан көрген емес. Олар Барут үйінен көшіп кетеді.